Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Қазіргі таңда, қазіргі заманда осы Қазақстанға белгілі әншілерді, әлемге әйгілі, әлемге танымал әншілерді біз жақсы танимыз. Олардың әндерін тыңдап жүрміз, және кейбір әндерін жатқа да білеміз. Сондай-ақ оған қоса футболшылар мен боксшыларды да өте жақсы танимыз. Футболшылар қай клубта ойнайды, қай елдің азаматы, қай лиганың чемпионы, барлығын бәріміз жасырын емес, бәрін білеміз. Және боксшылар қай салмақта чемпион, қанша поясы бар, бәрін білеміз. Бірақ пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның тірі кездерінде жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабасын біз білеміз бе? Біз әншілерге қызығып жатамыз, әншілерден үлгі алып жатамыз, боксшыларға қызығып жатамыз, боксшылар сияқты мықты болғымыз келеді. Жоқ, сіз оларға емес. Қызықсаңыз, пайғамбарымызға қызығыңыз. Үлгі алсаңыз, пайғамбарымыздан үлгі алыңыз. Мықты болғыңыз келеді ме? Пайғамбарымыз сияқты мықты болыңыз. Пайғамбарымыздың сахабалары сияқты мықты болыңыз. Құрметті достар, мен сіздерге осы пайғамбарымыздың 5 сахабасын айта кетсем деп шештім. Құрметті достар, осы видеома лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Егер кіріп қызық болмаса, лайк басып, комментарий жазып шығып кетсеңіздер. Рахмет, достар, кеттік, жалғастырайық. Бірінші, Әбу Бәкір Сыддық, пайғамбарымыздың ізбасары, алғашқы мұсылмандардың халифі. Екінші, Омар ибн әл-Хаттаб, екінші тақуа халифа, әрі көрнекті мұсылман қайраткері, 4 шадиярдың бірі. Үшінші, Осман ибн Аффан, пайғамбарымыздың сенімді серіктерінің бірі, әрі ізбасары. Төртінші, Әли ибн Абу Талиб, пайғамбарымыздың немере інісі, әрі 4-ші халифа. Әз-Зубайр, пайғамбарымыздың көрнекті сахабаларының бірі, әрі жақын туысы. Құрметті бауырлар, өзіміздің құндылықтарымызды біліп жүрейік. Мынау фильмдер біткен кезде соңы деп шығады ғой. Бұл фәнидің де, бұл жалғанның да соңы бар. Ойланайық бауырлар. Біз Алладан келушіміз және Аллаға қайтушымыз. Осыны ұмытпайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.